Так, бізде бүгін уақытқа байланысты есептер, экономикалық мазмұнды есептер. Кеттік. Әсемнің сағаты әрбір 4 секунд қалып қалады дейді. Әсемнің сағаты бір тәулікте қанша уақытқа қалып қалатынын есептеңдер дейді. Бірінші біз былай істей қояйық. Бізге не берілген, яғни дейді, сағаты бір тәулікте қанша уақытқа қалатынын есептеңдер. Так, бізде бір сағатта, әрбір сағат сайын, яғни бір сағатта бізде 4 секундқа қалып отырады екен, яғни. Енді біз не істей қоямыз, біз бірінші былай істейік. Бізде бір тәулігімізде қанша сағат бар? 24 сағат бар екен. 24 сағат. 48 Ау? Енді 48 бола ма? бізге жоқ, бізге бір тәулік деген ғой, поэтому тек қана 24 болып қалады. Біз не істейміз? Бізде бір сағат сайын 4 секунд болса, значит 24 не істейміз? 4-ке көбейтіп жібереміз ғой. Сол кезде бізде 1 96. минут 36 секунд апай. 1 минут 36 секунд. Енді қараңдар. Сонда 96 секундқа кешігеді екен да бізде уақытымыз. Енді 96 секундты айналдыратын болсақ, 60 қосылған 36 секунд болады, секунд. Ал 60 деген ол бізде 1 минутты береді. Сонда бізде 1 минут 36 секунд болады екен. Ол бізде е жауабы. Так, есеп түсінікті ғой? Келесі 3 сейсенбі күні бір айдың тақ күндеріне сәйкес келсе, сол айдың 21-ші аптаның қай күні болады дейді. Сонда тақ күн деген 1-ші, 3-ші, 5-ші, 7-ші күндері деген сөз ғой бізде. 21-ші аптаның қай күні, айдың 21-і аптаның қай күні болады дейік. Біз бірінші алайық. Аптаның жаңағы бірінші күні біз не деп алайық? Сейсенбі деп алайық. Тақ күн, сейсенбі. Енді сонда осыдан кейін бір апта өтетін болса, бізде не болады? 8-і болмай ма сейсенбі? 8-і болады бізде сейсенбі. Одан кейін келесі, осыған тағы 7 күн қосамыз. 15-і күні бізде сейсенбі болады. Сейсенбі. Одан кейін не болады? 21-ші күні бізде не болады тағы да? Бізде тағы да сейсенбі бола қояды екен. Сонда не бола қояды? Бізде так, А жауабы шыға қояды. Так, осылайын ала қоямыз. Келесі, уақыт 17:30-да сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасындағы бұрыш қаншаға тең дейді. Біз бірінші былай істейік. Сағаттық тілді, минуттық тілді бөлек-бөлек есептей алайық. Бір минуттан есептейік. Минутта. Минуттық тілше. Яғни бізде қараңдар, бізде сағат толығымен ол бізде 360 градус, дөңгелек қой ол бізде. 360 градус. Бізде 1 минутта 60 секунд бар, дұрыс па? 60 минут бар. 60-қа бөліп жібереміз, сонда 360-ға бөлсек, каждый сағаттың арасы бізде 6 градус болып шығады. Әр минут арасы бізде 66 градус болып шығады. Енді бізге не дейді? Бізде сағат 17:30-да тұр ғой. Яғни жаңағы минутымызды не істейміз? 6-ға көбейтіп жібереміз. Сол кезде бізде 180 градус болып тұр минуттық тіліміз. Енді сағаттық тілшені көрейік. Бір сағаттағы сағаттық тілшені есептейік. Бізде 360 градуста 12 сағат бар, 12-ге бөлеміз, сонда бізде 30 градус шығады. Каждый сағаттың арасы бізде, әр сағаттың арасы, сонда бізде не болады? 30 градустан болады. Енді біз не істей қоямыз? Бізде 17:00 ғой. 17-ні көбейтіп жібереміз 30 градусқа. Сол кезде бізде 510 градус шыға қояды. Енді қараңдар, бізде 17:30-да деп тұр. Яғни одан кейін бізде бір ровно 17:00 болса, біз 510 градус деп алатын едік. Бізде бірақ 30 минут алдыға жылжып тұр ғой. Не істей қоямыз біз? Жаңа 30 градусымызды тағы да бөліп жібереміз 2-ге, ортасында тұрғандықтан. Сонда бізде тағы да не істейміз? Мынаған 15 градусты қосып жібереміз. 510-ға қосамыз 15 градусты. Сонда 525 градус болады екен. Енді не істей қоямыз? Нақты уақытысын білу үшін бағанағы мынадан 525 градустан біз бірінші минуттық тілшемізді азайтып тастайық. Бізде сонда 345 градус болады. Енді не істейміз бұл? Біз бұны сағаттың жалпы несен 360 градустан азайтатын болсақ, онда бізде 15 градус тілдік және минуттық арасындағы градусымыз, сонда бізде 15 градус болады. Бұл жауабы осынан шығады екен. Так, бұл есеп бойынша сұрағымыз бар ма? Ой. Айған, запись экрана қосыласыз ба дейді. Запись экрана қосып қойдың? Қосылып тұр. Окей. Егер тәуліктің қалған бөлігі өткен бөлігінің 20%-на тең болса, қазір сағат неше болатынын табыңдар дейді.
былай істейік, бізде бір тәулігіміз жазып кетейін 24 сағат. Біз бәріміз білетін. Енді өткен уақытты біз алайықшы x деп. X сағат. Ал қалғанын біз алайық, және дейді 20%-ына тең дейді. Өткен қалғанның 20%-ына 0,2 x болады. Енді біз не істей қоямыз? Егер біз 24 сағаттан өткен сағатты алып тастайтын болсақ, дейді мына қалған бөлігін, онда бізде қалған бөлік қалмай ма? Жаңағы 0,2 x-іміз қалады. Біз не істей қоямыз? Енді осы теңдеу шешелік. Мынаны мында аударайық. 24 тең болады 0,2 x плюс x. Сонда 1,2 x тең болады 24-ге, x-іміз тең болады 24 бөлінген 1,2-ге. Так, сонда бұл бізде 24 бөлінген 12 бөлінген 10 емес па? Онда былай үстіне шығарып жібереміз. Мынаны қысқартамыз 2-ге. Сонда бізде 2 көбейтілген 10 болады екен. Осы жерден бізде 20 сағатымыз шыға қояды екен. Міне жауабы. Так, кеттік ары қарай. Бізге не дейді? Саяхатшы моторлы қайықпен дүйсенбі күні сағат 12-де дейді. Өз саяхатын бастады да 100 сағат бізде саяхаттапты. Сағат саяхаттап қайта оралды. Ол қай күні неше сағатта қайтып келген дейді. Енді біз былай істейік. Бізде бір күнде, яғни бір тәулікте толық 24 сағатымыз бар бізде. Бір тәулікте 24 сағатымыз бар. Енді ол 100 сағат толық не қылған болса, 100-ді 24-ке бөлек, қанша күн саяхаттағанын тауып алайық. 100-ді 24-ке бөлетін болсақ, бізде 4 тәулік шығады, и жағағы қалдығы бар, ол бізде значит 4 сағат болады, дұрыс па? Енді біз не істей қоямыз? Былай істей қояйық. Егер ол дүйсенбі күні шыққан болса, значит ол жағағы 4 күн есептегенде бейсенбі күні ғой, дұрыс па? Бейсенбі күні, и жағағы, значит бізде не болады? Бейсенбіден кейін, четверіктен кейін бізде жұма емес па? Яғни жұма күні бізде 12:00-де шығып кетті. 12:00-ге біз қосамыз мынау 4 сағатты. 4 сағатты. Сонда ол бізде не істеген? Жұма күні 16:00-де не істеген? Қайтып келген. Сонда бізде Е жауабы дұрыс жауап бола қояды екен. Осы есеп бойынша сұрақ бар ма? Дауыс естіліп тұр ма? Сұрақ жоқ қой, түсінікті ғой есеп, Түсінікті. Сержанға дәрігер дәріні 15 минут сайын ішіп тұру керек деп нұсқау берді. Егер ол бірінші дәріні сағат 11:15-те кеткенде ішсе, төртінші рет дәріні қай уақытта ішуі тиіс дейді. Яғни бірінші рет ол бізде не істейді? 11:05-те ішеді. 11:05-те ішеді. Екінші рет дәріні ол бізде не дешеді? 11-ден не істейміз? 15 минут қосамыз, 11:20-да ішеткен. Үшінші дәрінің приемын ол бізде 11 не істейміз? Қосамыз, 35-те ішеді. Төртінші рет бізге керек дәріні. Ол бізде 11-ден 50 кеткенде іше қояды екен. Сонда төртінші уақыт ішу керек дәрісі ол бізде 11:50-де болады екен. Яғни уақытты қосып шығады екенбіз. Так, келесі. Сағат әрбір тәулікте 5 минут кешігіп жүреді. Қанша тәуліктен кейін сағат тағы да дәл уақытты көрсетеді дейді. Так, мен былай істей қойын, отқандар скрин жасап ала қойыш. Так, кеттік. Бізде 12 сағат бар, я? 12 сағат бар. Енді бізде 12 сағатымызда 12 сағатымызды біз айналдырайық жағаға 60 минуттан бар ғой бізде каждый минутта, сонда барлығы 720 минут бізде. Енді бізге не беріледі тағы? Енді бізге айтады 5 минут кешігіп жүреді дейді. Яғни біз не істейміз? 720-ны каждый минут сайын ол бізде 5 минутқа кешігетін болса, әрбір тәулікте осыны бөл жіберейік жағаға 5-ке. Кешігетін 5 минутына. Сонда ол бізде 144 тәуліктен кейін олар не істейді? Уақыттары бізде дұрыс уақытты көрсетіп, бізде 144 деген жауап шыға қояды екен.
Келесі жексенбі күні берік сағат 9:30-дан ноутбукке отырғаннан күндізгі 3 сағат 15 минутқа дейін ойнады дейді. Ал келесі жексенбіде інісі Серік 1 сағат 50 минут ұзақ отырды. Серік ноутбукте қанша уақыт отырғанын анықтаңдар дейді. Былай істейік. Берік бізде не дейді? Берік жексенбі отырады, яғни сағат 9:30-да. Одан кейін 15-тен 15 кеткенде тұра қояды. Яғни оның арасы 5 сағат бізде 45 минут. Енді келесі, одан кейін бізде оның інісі отырады. Оның інісі не дейді? 1 сағат 50 минут отырады дейді. Яғни істей қоямыз, екеуінің бірге отыратын уақытын табу үшін 5 сағат 45 минутқа 1 сағат 50 минутты қоса қоямыз. Сонда бізде 7 сағат 35 минут бола қояды. Қазір былай істей қояйықшы, мен бір нәрсені істей қояйын, 2-3 минут күте тұрыңдар. Что ты заказал? Ана жақта продукты кеп тұр ма бұл? Я кеп тұрмын. Мында 3-4-5 есеп қалды. Күте тұра аламын екен? Астына неге ресепшнге таса кете алмайсыз ба? Мен қазір тек қана бір 10 минутта ғана түсе аламын. Картошка бар 2 килограмм просто. Все, кеттік ары қарай. Бізде не дейді? Сыбада автосалондардың 5 жыл ішіндегі сатылымы көрсетілген дейді. Жылдарда сатылған машиналар санына қарай өсу ретімен жазыңдар дейді. Кеттік ендеше. Не істейміз? Мына жерде біз былай алайық. Бірінші шешімнен реттеп алайық. Варианттарды кетірейікші. Бізде ең кішісі сату бойынша ол 2008 жылы. Бұл бізде бірінші. Мына жерде С варианты уже кетіп қалды бізде. Бұл жауап болмайды. Келесі. Одан кейін бізде тұрған ол мынау 2007 жыл дұрыс па? Бұл бізде 2. 2007 вариант болмайтындарды біз сызып тастайық бірден. Келесі. Бұдан кейін бізде үшінші тұрған 2011 жыл. 2011 жыл бізде үшінші тұрған жоқ, мынаны өшіріп тастайық. Енді бізде соңғы вариант қалды. Келесі 2010 дейді, дұрыс. Бұл бізде 4, мынау бізде 5 болады, мынау бізде 6 бола қояды. Сонда бізде дұрыс жауабымыз сыза қоямыз. А жауабы бола қояды екен. Келесі, үйден саяжайға дейін автобуспен, трамваймен немесе таксимен баруға болады дейді. Кестені пайдаланып, үйден саяжайға дейінгі жолға жұмсалатын ең аз уақытты табыңдар дейді бізге. Автобус үшін есептеу жерек. Автобус үшін бізде не болады? Бізге не дейді? 20 минут аялдамаға дейін, 1 сағат 55 минут бізде жағағы жолдағы көліктегі уақыт және де 5 минуты бар. Бәрін қосып жібереміз, бізде 2 сағат 20 минут болады. Келесі бізде трамвай 15 минут қосамыз оған 1 сағат 30 минутты қосамыз 40 минутты. Осында тең бола қояды бізде 2 сағат 25 минут. Келесі такси. Үшінші жауап. Ол бізде 25 минут, 1 сағат 20 минут және де 30. Қосып жібереміз бәрін, бізде шыға қояды 2 сағат 15 минут. Яғни бізге тез жету үшін ең қолайлы бізде такси болып тұр екен. Сонда бізде 2 сағат 15 минут деген С жауабы дұрыс жауап бола қояды екен. Яғни варианттарды қосып шығамыз. Келесі бізге 3 фирмада біреуіне көрменің шынылау үшін 101 шыныға тапсырыс беруге болады дейді. Арыс шынының ауданы 0,25 метр квадрат. Кестеде шыны және оны кесу бағалары көрсетілген. Ең тиімді тапсырысқа қанша теңге төленетінін анықтаңыз дейді. Біз бірінші қараңдар, мына жерде бізге 100 теңгеге, яғни 100 тиын деп тұрық, яғни каждый бізге шыныға 0,25 метр квадрат болу керек. Яғни естейміз біз 100-ді көбейтіп аламыз 0,25-ке. Сонда бізде 25 шыға қояды. Яғни біз не істейміз? Каждый жағдай үшін есептеп шығайық. Бірінші жағдай. Бізде 25, яғни 25 шыныны біз не істейміз? Шынының бағасына көбейтеміз. 70-ке көбейтеміз. Оған қосып жібереміз, жаңағы кесу бағасы бір шыны үшін 10 теңге. Сонда бізде шыға қояды 2875 теңге. Бізде ешқандай жеңілдік жоқ, осы баға қалады. Келесі екінші. Бізде екіншісінде 80-нен, яғни 80 бағасы 25 шыны қалды, қосамыз оған 8-ді. Бізде шыға қояды 2800 теңге. 3000 теңгеден артық жасалмады, бізде жеңілдік тоже жоқ мына жерде.
үшіншіні есептей қоямыз. Бізде ол жерде 75, көбейтеміз 25-ке, қосамыз 5-ті, так, 5 көбейтілген 100. 5 көбейтілген 100, мұнда 100. 500 болады мұнда, сонда бізде 800 болады. 100-ге көбейтіп мына жерге жазаппын ғой. Сонда бізде шыға қояды. 100, сонда бізде мына жерде шыға қояды екен. Так, 2375. 2375. 4000 теңгеден артық жасалған жоқ. Бізде мына жерде де ешқандай жеңілдік жоқ екен. Енді не істей қоямыз? Бізде ең арзан ол 2375 теңге болып тұр ғой. Сонда бізде не бола қояды? Ол Е жауабы, яғни Е варианты біз үшін ең тиімді жағдай болып тұр екен. Так, осы есептер бойынша сұрақ бар ма? Түсінікті. Так, Нұрдәулет әкесі мен інілерімен бірге бару үшін моншаның бағаларын қарай ең тиімдісіне барғанда қанша ақша төлегенін табыңыз дейді. Жастары беріліп қойған, ескеру керек, яғни бізде 7 жас, 4 жас деп. Яғни 4 жас бізге мынаған, 7 жас бізге мынау болады, 5-8 аралығы мына екеуі бізге мынаған қарайды екен. Енді кеттік ары қарай. Бізге бірінші монша үшін Q моншасы үшін есептейік. Так, ересектерге 500 теңге дейді. Бізде 2 ересек бар, 2-ні 500-ге көбейтеміз. Келесі қосамыз, бізде 5-8 аралығында бір ғана бала бар, қосамыз 280-ді. 5 жасқа дейін бізде бір-ақ бала бар, 730-ді. Сонда бізде 1410 шыға қояды. Келесі И банясы үшін 2 ересек бар 600 теңгеден. Қосамыз, бізде 5-8 аралығынан бір бала бар, және де қосамыз 100 теңгені. Сонда бізде шыға қояды 1600 теңге екен бұл баняда. А банясы үшін есептеп жібереміз. 400 теңгеден 2 ересегіміз, 250 теңгеден бір бала бар, және де 150 теңгеден болады екен. Қосып жібереміз, бізде 1200 шығады екен. Яғни бізге ең тиімдісі не 1200 теңгедегі А банясы болып, міне В жауабы бола қояды екен. Так, все. Есептер түсінікті болды ма? Иә. Иә, Всё. апай түсінікті. Все, шағойсыңдар болады. Нұсқаталдайық. Ау? 9-ға дейін нұсқаталдасақ қалай? 9-ға дейін нұсқаны мен андай қылып дайындаған жоқпын ғой, 10-ға дейін дегенде. Сен біз нұсқа талдаймыз ғой бұйырса. Сендер нұсқаны жіберіңдер маған, соны мен талдай қоямын, құршы. Сұрақтарымды. Собон Ешкім жүре қойыңдар. Все, сау бола қойыңдар.